Сәлеметсіздер ме достар? Сіздермен тағы да Мейірбек Бердібайұлы. Мен Версус Академиясының директоры болып табыламын. Бүгін сіздермен Қазақстандағы, еліміздегі қазақ тілі аудитория үшін үлкен бір проблема болып отырған мамандар дайындау мәселесі жайлы сөйлескім келіп отыр. Себебі мені шынымен еліміздегі білікті мамандардың шетелге жұмысқа кетуі, шетелге тұруға кетуі қатты уайымдатады. Олардың орнын басатын өкінішке орай қазір мамандар өте азайып бара жатыр. Айталық, бір мамандықты игеру үшін сен университетке барып 4 жыл үйрену керексің. Одан кейін ол аяқтап шығам дегенше оның ескі білім болып қалатыны ол да бір қиын мәселе. Сол себепті бүгінгі таңда білім универлерде емес, білім әр адамның қолында екенін біз көзімізге жеткіздік. Себебі универ бітіріп шыққаннан кейін әркім өз жолын іздеп білім алды, әрқайсысы тәжірибе жинады, әрқайсысы компанияда жүріп бір жаңа нәрселер үйренді. Енді сол біліммен, сол тәжірибесімен бөлісетін уақыт келген сияқты. Тағы ол бірінші проблема. Ал екінші проблема, бізде көп адамдар білімді тек қана жинай береді. Жинай береміз. Өкінішке орай, оны ақшаға айналдыруға келген кезімізде біз артта қалып жатырмыз. Сол себепті біздің мына Версус Академиясының қазіргі таңдағы негізгі мақсаты сол болып отыр. Өз біліміңізді, өз қабілетіңізді ақшаға айналдыру. Былай айтқан кезде монетизация жасау. Оны қалай жасауға болады? Ең бірінші жол ол өз біліміңмен, тәжірибеңмен тренингтерде басқа біреулермен бөлісу арқылы соны ақшаға айналдыру. Сіз, менің ойымша, бір саланы меңгермедіңіз дегенге мен сенбеймін. Әрқайсымыздың өзіміздің өмір бойы жинаған тәжірибеміз бар. Бір саланы терең зерттеген хоббиміз болсын, кез келген сала болуы мүмкін. Соны бөлісу арқылы да қазіргі таңда ақшаға табуға болады. Жақсы қаражат табуға болады. Ал оны қалай табу керек екенін біз арнайы 6 апталық өз біліміңді ақшаға айналдыр деген курс аштық. Ол курс әр сенбі сайын сағат 11-ден сағат 4-ке дейін болады. Ол жерде біз 6 түрлі тақырыпты қозғаймыз. Ең бірінші, өз біліміңді ақшаға айналдыру үшін қандай тренингтер ұйымдастыру керек, аудиторияны қалай ұстау керек, сол жердегі ең үздік тренерлер қандай болу керек. Ол тек қана, мысалы, көбісі ойлауы мүмкін, тренинг жүргізу ол сахнаға шығып сөйлеу деуі мүмкін. Тек қана ол емес. Сіз өзіңіздің YouTube-тағы каналыңыз арқылы өз біліміңізді сатсаңыз болады. Әлеуметтік желідегі видеолар арқылы өз біліміңізді жаңағы басқаларға үйретсеңіз болады. Және онлайн марафон арқылы өз біліміңізбен бөліссеңіз болады. Осылардың барлығы сізге ақша келетін жол. Біз осы курс барысында шешендік өнер жайлы, қалай дұрыс сөйлеу керек, қалай өз біліміңмен басқаларға жететіндей қылып қалай бөлісу керек, сол жайлы сөйлесетін боламыз. Ол бір мәселе. Екіншісі, өзіңіздің жеке брендингіңізді қалай қалыптастыру. Бағана айтып кеткен мәселе. Біз көп нәрсе білеміз, көп нәрсе жасай аламыз, бірақ оны ақшаға айналдыра алмаймыз, басқаларға соны сата алмаймыз. Сол себепті жұмыста да біз аз қаражат аламыз, және бизнесімізде жүрмей жатады. Себебі біз жеке брендингімізді халыққа біз қай жағынан пайдалы екенімізді біз дұрыс түсіндіре алмағанбыз. Оны біз әлеуметтік желілер арқылы сізді қалай дұрыс көрсете білу керек, телевидениеде қалай өзіңізді дұрыс көрсете білу керек, солардың барлығын үйрететін боламыз. Және бізге көптеген мамандар, үлкен компаниялар хабарласып жатады. Бізге қазақ тілді күшті спикерлер болса жіберіңізші, біз төлеуге дайынбыз. Себебі жұмысымызда қызметкерлер саны қазақтар көбейіп бара жатыр. Бірақ оларды үйретейін десек, Ресейден, шетелден маман шақырсақ, олар түсінбейді ол тілде. Және олар біздің психологияны, қазақи психологияны түсінбейді дейді. Сондықтан қазіргі таңда қазақ спикерларын, қазақ бизнес тренерлерін дайындайтын уақыт келді деп санаймыз. Сондықтан егер сіз бір салада болсын, кішігірім болсын біліміңіз болса, оны дұрыстап упаковка жасап, оны халыққа қалай жеткізу керектігін біз осы тренинг барысында үйрететін боламыз. Және бұл тренингті сіз аяқтап шыққаннан кейін сізге міндетті түрде арнайы сертификаттар беріледі, және ең үздіктерін біз өзіміз Версусқа спикер ретінде келісім шартқа отырғызып, біз өзіміз бірге жұмыс істейтін боламыз. Оларды тек Версус аясында емес, сонымен қатар компанияларға өз біліммен бөлісуге жібереміз. Басқа қалаларға тренинг өткізуге жіберіп отыратын боламыз. Және тағы бір мүмкіндігі, сіз арнайы бизнес тренерлер, бизнес спикерлер клубына қосыласыз. Ол жерде апта сайын кездесіп, бір-бірімізбен әртүрлі қызықты ақпараттармен бөлісіп, әртүрлі жаңалықтармен бөлісіп, өзімізді дамытатын боламыз. Себебі бизнес тренинг саласына жүрген азаматтар, олар өте көптеген ақпаратпен кездеседі. Өзін күн сайын дамытып отырмаса, артта қалып қалатын жақсы сөз. Сондықтан барлықтарыңызды 31 наурыз күні Алматы қаласында Версус Академиясында күтетін боламыз.
басталуы 11-де, ал 15 наурызға дейін жеңілдікпен арнайы сатып жатырмыз. Ең қазақ тіліндегі ең арзан курстардың бағасымен. Сондықтан үлгеріңіздер 33% жеңілдікпен бірге. Достар, барлықтарыңыз күтемін онда. Сау болыңыздар.